Бүгін бізде ремонтта духовка қосылмай тұр. Осыны ремонттаймыз. Духовканың артындағы креплениелердің бәрін шешеміз. Духовканың артын аштым. Мына жерде бізде ең басты управление платасы. Бұл бізде қыздыру платасы. Мына жерде бізде пакетник тұр, переключательдер. Мынау вентилятор. Бұл салқындататын вентилятор, тамақ болғаннан кейін. Кричаткасы бар. Яғни духовканың арты жабық тұрады. Мысалы, кухня нелерде тұрады ғой. Артынан салқындата алмайды, сол үшін алдыға қарай абдып жүрсек, алдында есігінің алдында шел бар, сол арқылы ыстық ауаны шығарады. Духовканың артына қарайтын болсақ, бұл бізде 220 келіп тұрған. Мынау астыңғы тен, мынау үстіңгі теніміз біздің. Мынау бізде лампа ішінде жанып тұратын. Бұл біздің моторшегіміз, вентилятордың. Духовканың тенін тексеру үшін бірінші біз мультиметрді пешалкаға қоямыз. Сосын теннің бұрғылағын шешеміз. Шүпті алып, екі құлағына тигізсек, бізде тен жұмыс жасап тұр. Бізде енді терморегулятор бар. Бұл духовкада екі терморегулятор бар. Мынау бірінші, алдыңғы жағындағы. Мынау екінші, артқы жағындағы. Терморегуляторда дәл солай тексереміз. Бұл бізде терморегулятор жасап тұр. Енді артқы терморегуляторды тексереміз. Бұл бізде ешқандай значение бермей тұр. Значит, біздің терморегуляторымыз артқы жақтағы істен шыққан. Температурный датчикті шешіп алдым. Жасамай тұрған. Оның орнына мынандай перемешка беріп қойдым. Предохранительден. Енді пешті қосамыз 220. Бізде духовкамыз жасап тұр. Енді сондай датчик табу керек. Температурный датчикті жаңа тауып ауыстырдық. Пешіміз жасап тұр. Духовкамыз қосылды. Енді бұның астыңғы, үстіңгі тенін қосамыз. Астыңғы, үстіңгі тені температурасын қоямыз. 220-ға, 230. Сосын уақытын қоямыз.